Сәлем қыздар, бүгін песочно-слоеный самса дайындайтын боламыз. Ең алдымен қамырын дайындайтын боламыз. Ол үшін қаймақ, 2 жұмыртқа, оның үстіне тұзымызды қосып араластырып аламыз. Массамыз біркелкі болғаннан кейін бір шетке қоя тұрып, бөлек ыдыста ұн мен салқын сары майымызды терканың көмегімен майдалап аламыз. Сары майымызды үгітіп алғаннан кейін ұн мен сары майды қолмен араластырып, осындай түк-түк болғанша араластырамыз. Одан кейін қаймақ, жұмыртқа, тұз үшеуінің қосындысын ұнымызға салып, біркелкі жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Дайын қамырымызды таза салфанымызға салып, 30 минутқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Қамырымыз 30 минут демалғанша біз ішіндегі салмасын дайындайтын боламыз. Менде ол тауық төс етінен дайындалатын болады. Фарш түрін алсаңыз да болады, бірақ тауық фаршын мен сіздерге алуға кеңес етпеймін. Тауық төс етінен жазсаңыздар өте дәмді болады. Немесе сиыр етінен дайындалған фарштан дайындасаңыздар өте дәмді болады. Өздеріңіздің қалауынша ішіндегі салмасын өзгерте бересіздер қыздар. Салмасы қыздар барлығы өздеріңізге байланысты. Менде тек қана тауық төс еті, осылай турап аламын. Оның үстіне пияз, дәмдеуіштер, тұз барлығын қосып араластырып қоямын. Бұл жерде айта кететін қыздар, тауық төс етінен дайындайтын болсаңыздар, начинкасын бір жарты сағат бұрын дайындап қойыңыздар. Сол кезде қойып қойған кезде начинка ол дәмдеуіштерін, тұздың өзінің жақсы дәмдерін сіңіріп алады да, сіздердің начинкаларыңыз, салмаларыңыз өте дәмді болып шығады. Тағы да бір айта кетерім, тауықпен жасайтын болсаңыздар, салмасын тұз және де паприка салсаңыздар, паприка өте қатты дәмді қылып, дәмін беретін болады тауықтың. Осымен біздің салмамыз дайын болды. Енді қамырды жаюға кірісетін боламыз. Қамырды жаю үшін біз дайындаған қамырды 2 бөлікке бөлеміз де, бір бөлігін сол салфанға салып тоңазытқышқа қойып қоямыз. Ал екінші бөлігін кәдімгі қамыр жайғандай етіп, еттің қамырын жайыстырып, бешбармақтың солай етіп жаятын боламыз. Қыздар, бұл жерде айта кететін жайт, біздің қамырымызда май көп болғандықтан, жұмсақ болғандықтан, негіз жайған кезде кішкене қиналуларыңыз мүмкін. Обязательно доп-домалақ, еттің қамыр сияқты доп-домалақ қандай ай сияқты болып тұруын қажет емес. Не бәрі домалақ және де не бәрі жұқа қып жайсаңыздар, соның өзі жеткілікті. Енді видеода көрсеткендей жайып, асықпай, қатты мыжбай оқтауға жайден жайып шығасыздар. Қыздар, қамырларыңызды жайып болған кезде, осындай жұп-жұқа болған кезде қамырымызды осылай орап, 4 пішті қылып бір шетке ала тұрамыз. Оған дейін екінші қамырымызды тура осылай жайып шығатын боламыз. Одан кейін ол екінші қамырымызды жайғаннан кейін сол күйінде майымызды ертіп, үстіне майымызды жағып аламыз. Ол майды жақ болғаннан кейін жаңағы ең бірінші жайған қамырымызды осы қамырдың үстіне жаятын боламыз. Видеода көрсеткендей.
Осы жерде айта кететін жайт, қыздар жыртып алмай, асықпай, өстіп екеуінің формасын бірдей қылып аласыздар да, қалған ерітілген сары майымызды осының үстіне жағып шығамыз. Одан кейін ең ұзын жерін тауып аламыз да, рулет құсатып, орап шығатын боламыз қамырымызды. Одан кейін осы ораған қамырымызды ұлудың артқы жағындағы панцир сияқты орап оны салфанға салып бір түнге, немесе егер асығып тұрсаңыздар 5-6 сағатқа тоңазытқышқа жіберетін боламыз. Сол уақытта біздің қамырымыз кішкене қатайып, кейін самса жасағанға оңай болады. Тоңазытқышта бір түн болған қамырымызды алып, енді начинкасын салып самса жасайтын боламыз. Мен сіздерге бүгін 2 түрін көрсететін болам. Мына жерде біз нанды алған кезде 4-5 бөлікке ғана бөліп аламыз да, қалған нанды холодильникке, тоңазытқышқа салып қоямыз. Неге? Өйткені біздің нанымыз ішінде май болғандықтан тез еритін болады. Мына жерде мен 3 бұрышты самсаны көрсетейін деп жатырмын сіздерге. Тура видеодағыдай жасасаңыздар болады. Граммен өлшеп жасаймын қамырды, қыздар. Егер өздеріңізге жасайтын болсаңыздар, көзбен де өлшеп жасай беруге болады. Мына жерде мен 3 бұрышты самсаны жасап жатырмын. Бұл жерде менде 60 грамм қамырдан жасалынады 3 бұрышты самсам. Енді алдыда тура видеодағыдай қайталасаңыздар, сіздерде өте дәмді, өте әдемі самса шығады. Қыздар, мына жерде екінші әдісін көрсететін болам. Самсаны өріп түйу әдісін көрсетем сіздерге. Осыны үйреніп алып, тойға немесе қонақ келгенде или заказға жазсаңыз болады. Өте әдемі көрінеді. Қазір хит болып жатқан самсалар ғой. Өстіп нанды домалақ қылып жайып аламыз да, ортасын салмамызды салып, пельменді түйгендей немесе чебуреки жасағандай өстіп 2 шетін қосып аламыз, қыздар. Одан кейін видеода көрсеткендей өстіп шетінен өріп әдемі самсаны шығаратын боласыздар. Қыздар, видеода көрсеткенде тура осылай жасаңыздар болады. Міне осындай әдемі өрілген самсамыз дайын болды. Қазір алдыда тағы да көрсететін болам. Қыздар, қайталап 2-3 рет көріп жазсаңыздар, сіздер де үйреніп кетесіздер. Негізі өте оңай жасалатын самсаның түрі. Қыздар, өрілген самсалардың барлығын мен 40 грамм тестаны дайындайтын болам. Бұл теста 40 грамм негізі адамға жегенге де ыңғайлы, дастарханға қойғанға да өте әдемі болады. 100 грамм, 60-80 граммдық тестаны жасалған самсалар, олар негізі өте сондай грубый болып көрінеді ғой, дастархан қойсаңыздар. А былай жазсаңыздар өте әдемі, миниатюрный, жегенге де удобно болып келеді. Қыздар, дайын болған самсамызды противенға қойып, жұмыртқаның ағуызын алып тастап, сарысын ғана бетіне жағамыз. Сол кезде самсамыз қып-қызыл, аппетитный болып шығатын болады. Оның үстіне ақ кунжут, қара кунжут немесе макты сеуіп қойсаңыздар, өте аппетитный, сондай көзге тартымды болып көрінетін болады самсаларыңыз. Самсамызды 180 градуста верхний режимында 30-40 минутта беті қызарғанша пісіретін боласыздар. Тіл үйіретін самсамыз дайын болды. Қыздар, рецепт ұнаса маған лайк қойып жазылып кетіңіздер.